Әйтеуір студияға Бекболат кірген сайын бәрі қуанады. Өйткені Бекболат қырғыл келмейді деп қойыншы. Әкел, ой бой, бісмілі ауыр екен ғой мынау. Мына қонжықты көріп отырсыздар, жай түсіп қалар. Қонжықпен тағы да бір тосын сый, тәттілер. Кімге келсе де бөлісетін шығар енді. Оқуға рұқсат па? Е. Индира. Рахмет. Жарайды, мен ұстай тұрайын енді бұл қонжықта. Бұл жерде міне хат жазылған, және де осыны алып келген кезде міндетті түрде оқыңызшы деп айтқан еді. Орысша жазады екен бұл жігіт. Дәулет пе есімі? Иә, Дәулет қой дейм, иә. Индира жақын арада қасыңа келем деп жазыпты. Қандай сезімде сол не жігіт сондай ұзағынан күттіріп жүргені? Шынымды айтайын ба? Өзім де білмеймін. Білмейсіз. Е хабарласпайды, е басқа қылмайды. Міне үшінші күн подряд осылай тосын сыйларын жіберіп жатыр. Бұл енді айласы дұрыс па енді? Келген кезде мүлдем қуанатын шығарсыз енді. Қатты. Келді жоқ па? Осындай екенсің ғой қарағым. Мен білмеймін, мен ештеңе айта алмаймын қазір. Үміттенем ұнайтын шығар. Иә, біз де үміттенеміз, бірақ енді сыйлықтарына қарасақ, енді сіздің талғамыңыздағы жігіт сияқты. Иә, талғамы керемет екен, ол жағын ақтыр, иә. Иә, сыйлықты жақсы таңдайды екен. Ендеше Дәулет көп созбай енді келетін уақыт келген шығар. Келіңіз, көріңіз, сырласыңыздар, мұн жаққа үміткер болып келіңіздер. Өйткені тек қана Индира ханым емес, менің өзіме қызық болып тұр бұл дүние. Жарайды енді, жақын арада көре жатармыз, тәттілермен бөлісесіз ғой ең басты. Иә, жаңа қатысушылар уже бөліп алды ғой өз арасында. Ішінде мен бармын ғой, бастысы. Жарайды ендеше қошеметпен мені сыйлығыңыз. Орныңызға жайғастырайық.